Ладно. Бірінші орынға қанша тігеміз? Примерно. Бұл көп керек емес. Примерно. 100 мың. Онда құдалардан бастайық. Бір құда бала, құдашы андай, шустрый кім бар? Достарынан, любой, подруга. Нұрқадыр шықсын. Кім? Нұрқадыр деген. Нұрқадыр, қошемет сұғамыз, ортаға билеп шығамыз. Рахмет. Сен былай өзің биіңді көргенсің ба негізі? Көрмегенсің ба? Көрмеген. Алла, бізге көрсетіп жатыр ғой, оны бар ғой. Жақсы. Другтардан, подружкалардан қандай болады ғой? Халал той десе, шайнек болмай ма деп жүретінші. Шустрая. Салтанат. Салтанат! Салтанат, салтанат, болшы бізге қолқанат. Әнім саған арналар, салтанатқа шаппалар, шаппалар, Рахмет. Қақа кетіп қалды? Өтіп кеттім. Салтанат, привет, ортаға тұрағай. Кім берген дейді? Төлеп берген? Төлеп берген ағасы. Төлеп берген ағасы. Рахмет. Вот неге билемейді, неге вот сіз билемейді? Обратно шығады, вот неге мен шақырып жатырсың, неге вот, представляешь, вот неге билемейді вот? Кім таниды, неге қол соқпаймыз, а? И вот так вот. Әне, рахмет. Бұл кісілер оқыған талант, оқыған актерлар, понимаете? Оққан талант. Мен қума талант, понимаете? Разница. Қош келдіңіз. Төлеп берген ағасы, сіздің қарындасымыздың ағасы. Жігіт. Жан серік шықсын. Жан серік. Бір ауылдың әкімі ұқсайтын, бар ма жаққа тұрып? Біреуін шығарыңыздар. Аха. Жігіттерден Руслан, е? Руслан ағамыз қай жақтың жігіті? Қызылорда. Қызылорда, шапалақ соғып қоямыз Қызылорданың жігіті. Вы чё? Еркек пен еркек, как это вообще? Бір еркек шыққанда бір қыз шықсын, бір қыз шыққанда. Саған да чё, без разницы, да, бауырың? Кішкене қарасайшы мына жақта еркек шығып отыр. Так, әпке есіміңіз? Айсұлу. Айсұлу, қай жақтан? Как читай? Астана, Қостанай? Астана. Астана. Так, бірінші орынға 100 000 теңге и однокомнатная квартира с хозяином. Так, бастайды, правый, левый, кет, маэстро! Русланға поддержка, Айсұлуға поддержка. Все, бісміллә, бол. Руслан, нормально, бол. Қатты ақша керек болатса, айт алып берем ғой өзім жан. Нормально, все. Пока, Айсұлу тұрады. Жоқ, енді шық енді, көрейік. Ал. Ақтаудан келген құдабала қол соғы жүрек, құрметті ағайындар. Не істеп жатсыңдар? Сен... Жоқ, басынан қой, музыкасыз билейді екен мына қыз бар ғой. Вот, менде мынандай идея болып жатыр. Давай, братан, жағы 100 000 үстіне 50 000 қосайық та, мына екеуін емдетіп алайық. Қалай қарайсың, братан? Екеуіне қол соғып жіберіңіздер. Рахмет, қыздар, жігіттер. Бауырым, мынау сізге қарындасыңыз. Көп-көп рахмет. Руслан, Руслан бар ғой, негіз красавчик, күшті билейді екенсің, брат. Руслан менен енді, конечно, Салтанат. Салтанат, конечно, Салтанат. Салтанатқа қол соғып жібереміз. Кеттік ал. Жастармен кәрі, десе бәрі бәрі, жастармен кәрі, өзіміз бәрі, кәчкейма только ажары,
Точно ақша керек болып жүр ау мына балаға. Көрейік енді мына жерде. Енді аға, мен сізді в любом случае бұл кісі автоматически финалға шығады. Қалай, келісеміз ба, келіспейміз ба? Автоматически. Ну, Айсұлу ханымменен бізде билейтін ағамыз кеттік ал. Төлеген ағамызға қол соғып жібереміз. Everybody hands up, hey, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up, hands up, everybody hands up. Рахмет. Айсұлу, рахмет сізге. Да. Ну, аға, сізді да отырғызайын. Болады ғой, да? Можно? Өткені сізді бір рет итак отырғызды ғой. Аха, жолыңыз болсын. Аман-есен шыққаныңызға қуаныштымыз. Енді сен осы жолы көресің енді. Боса болады, болмаса салтанат. Жалғыз қыз қалдың енді, көресің до конца. Салтанатқа қалай қол соғамыз? Айқай шу! Check it out, here we go, let me say it. Tax on wax, make the DJs wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the front. Стоп! Дауыс берейік. Мына жаққа тұра қал. Дауыс береміз. Есіміз кім еді аға? Азамат. Азаматқа дауыс. Салтанат. Вот бүйтейік. Салтанат және Карагандинский. Келіңізші орта. Екі қыз ортаға келсін. Олай істейік. Менде мынандай Салтанат асықпа. Менде мынандай идея болып отыр. Жақын тұрыңыздар. Екеуіңіз өмірдің ақ пен қарасындай болып тұрсыздар ғой алыстан. Бұлай жасайық. Вот давай жігіттерге қалдырайық жарысты. Вот сіздер қыз балдарсыздар ғой, до конца барудың қажет жоқ. Лучше мен сіздерге мынандай істемейтін колонка берейін. Құдай біледі. Мен бұл колонканы Салтанатқа берсем, достойно Елена, да? Все, Салтанат. Біздің Қарағандыдан келген кісіге мынандай. Рахмет. Салтанат, молодец, күшті. Рахмет. Ана 12-ні тұрады, мына 17-ні тұрады. Құтты болсын, давай, отыра ғой. Жігіттер, 3 жігіт ортаға шығамыз. Міне осы 3 жігіт 100 000 теңгеге таласады. Кімнің поддержкасы көп біліп алайық. Стоп! Бірінші, ұрыс. Көзге көрсетіп қой деп отырсыз ғой, да? 100 000 теңге міне, Құдай қаласа. 100 000 теңге кімге? Кім? Салтанат, шулатпа! Айшолпан! Қайда баратсың? Онда қырғын болып жатыр, мұнша қау кел, қаға баратсың? 3 жігіт 100 000 теңге. Кімнің поддержкасы көп қойып алайық? Бірінші, Қызылорда Руслан. Целиноград Азамат. Және просто красавчик. Бірінші бастайтын Азамат. Бидің аты фристайлер. Ортаға шығамыз, Азеке. 100 000 теңге. Бастаймыз. Қай жеріңнен ұстап отырсың, братан? Алға қарасың. Кеттік. Rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio, play us cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Excuse. Тоққа түсіп атқан сияқты ары. Мачо. Rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. Болды, аға, болды. Үлкен кісіні бейтіп атқан бір түлік әне аға. Руслан, кет! Rock the microphone, carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio, play us cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, fast on. That's a synchronizer with the analyzer. Come
Айшолпан ханым қайда? Айшолпан ханым қайда? Ана кісі кімнің атын айтсаң да о дей береді екен. Айшолпан ханым қайда? Жақсы, келетін шығар. Аға, сізге вопрос. 3 жігіттің ішінде сізге ұнаған бір жігітті айтыңыз. Красавчигін. Шуды. Біреуін айтыңыз. Шуды. Айшолпан айтсын дейді. Мұрат Жезде. Айшолпан ханым айтады, Мұрат Жезде дейді. Правильно. Аджари Гуджу, да? Ну, я понял, короче. Ну, мен ойлап тұрмын. Аға, достойны ма жеңімпазға? Үшеуміз бірге тұрайық. Мен жастардан сұрап көрейін. Үшеуіне бұл сендердің ақшалар емес, жайларыңа қарап отырыңдар. Өздері беріп жатқан адам құсап, үшеуіне де бөліп бер дейді. Жастар, от, Бақытжан, қорықпа. Какая разница, бәрі кетіп баратсың. Сіз үшін кім лучше? Руслан аға. Жалғас. Үлкен кісі. Так не пойдет. Сендер екеуің бір шешім шығарып үйренулерің керек. Десе мә деп өмір сүруге болмайды. Қайтадан сұрайын. Сіз үшін кім мықты? Руслан. Сіз үшін? Ана үлкен кісі. Әне. Адайдың баласы ғой, айтып жатыр. Бірақ Бауыржан құсақ қаласын ертең. Айшолпандікі дұрыс деп. Давай, екеуің бір шешіммен кімге дауыс береміз? Кім? Давайте. Үлкен кісі ма? Шапалақ, үлкен кісі. Тұра қой. Құдағи, болашақ келініңізді көрдіңіз ба? Қанша халықтың ортасында күйеу баламның мәртебесін түсірмейін деп, күйеуімдікі дұрыс деп атқан қандай адал келін болады, Құдай қаласа. Жалғас. Үйіңе марғасын көресің қалғанын сосын. Я не отвечаю, короче. Ну, 100 000 теңге, қайда кетпей жатқан ақша. Еркекше бәрі мойындайтын шығар. Руслан, Бақытжанның дауысы сізге болды. Сондықтан мен ойлап тұрмын, Бақытжан 30 000 теңгеге достойны деп ойлаймын. Достойны 30 000 теңгеге. Ешкім ренжімесін. Вот Азеке 20 000 теңгеге достойны деп ойлаймын. Ал Батя 50 000 теңгеге достойны деп ойлаймын. Құтты болсын. Және мына телевизорды Руслан сташ, брат, телевизорыны. Шын жүректен анжеге апарып қойшы, брат, ренжімесен. Ағамыз 50 000 теңге ұтты, құтты болсын деп қол соқпайыңыздар.